семьясына кіріседі. Мен туған балдарымды мені подставить етіп тартып алмақшы. Менің ұлым Қайсарды Талғар қаласында ұстап отыр, маған қарсы қойып жібермей. Менің ұлыма отказ жасап беріңдер. Мен Абылайхана 103-ге, Байзакова 275, департамент Кембіға бәр жерге арыз жазып жатырмын. Арызымды қарастырып жатқан жоқ. Астана Кембіға, Астананың полиция қызметкерлеріне бәр жерге арыз жазып жатырмын, болған жағдайды айтып. Біреу көмектесіп жатқан жоқ. Бұл қалпақтан келген нөкіс тумалары әбден құтырды, әбден қанымды ішті. 701-272-09-22 нөмерлі Ержан деген адам менің қызыма көз сүзіп жүр. Қызымның қыздығын сатқызбақшы сияқты. Жаңа көмекшілері Иманбаева Жанар, қап-қара Бауыржан деген адам. 91 жылы Айгерім, Есік қаласының Кембі қызметкерлері Әділ, солар тауып менің ізіме сол адамдарды салып қойыпты. Себебі мен азаматтық шарт берем деп 360 мың теңгемді алып, ақшамды қайтармай, мені өз-өзіме қол жұмсап өлтіретін жағдайға апарып отыр. Қатаң түрде шара қолданыңыздар нөкістен келген Иманбаева Жанар деген әйелге. 1979 туылған. Ысқақ Қасымның ақшасын бергізбеймін, алиментті төлеткізбеймін. Қайда барсаң онда бар. Алматы бойынша, Қазақстан бойынша сені жұмыстан қудыртамын. Бүткіл жерге нөкіс тумаларын кіргізем посуда жууға. Нөкістен келгендер істейді. Сен Қазақстанда жүріп қазақ ұрпағын туғаныңа ұрғаным бар екен дейді, маған айтады. Осы әйел айтады, нөкістен келген адамдарды дейді, бүткіл қаланың ортасына қоям дейді. Бүткіл посуда жуатының бәрін нөкістің тумалары істейді дейді. Сен Қалпақстаннан келгенмен дейді, саған бір тал жұмыс бергізбейміз дейді. Потому что сен қазақты туып, қазақ ұрпағын өсіріп отырсың дейді. Мына өтірік қазақ деп, бүткіл қалпақтарды кіргізіп, нөкістен келген адамдарды кіргізіп, посуда жууға, бәр жерге кіргізіп тастаған, соларға берет жұмысты. Мені бүткіл жерден жұмыстан қудырады. Тұрып жатқан квартирамнан қудырады қалпақтан келген нөкістің тумалары. Өздерінің туыстарын кіргізеді жаңа квартираға. Жаман іші тар арамза ғой, мына нөкістен келген адамдаршы. Арамның арамы ғой. Нөкістен келген адамдар сол. Менің семьямды құртып, мына Кембі Есік қаласының Әділмен бірлесіп, Ысқақ Қасымның табысын жеп отыр. Мына нөкістен келген бишаралар, түк көрмеген көзі аштар. Ысқақ Қасымды құл етіп, табысын жеп отыр құбылжықтар. Алимент қарызы төлетпей жатыр. Қатаң түрде шара қолданыңыздар. Мына түк көрмеген бишара Иманбаева Жанарды тауып алып, аямай қамаңыздар. Арамза аферист қатын.